Сәлем балақай, жануарлар әлеміне қош келдің. Мұнда жануарлардың сұлбасына қарай табамыз. Бірінші тұрған қай жануар? Ол әрине күшік. Дұрыс айтасың. Ал қане, күшіктің сұлбасы қайда екен? Бірге тауып көрейікші? Мына күшіктің сұлбасы ма? Жоқ, бұл емес. Ал бәлкім мына суретті, екінші суретті көреміз бе? Ал мынау күшіктің сұлбасы ма? Жоқ, бұл да емес. Үшінші сұлбаны қараймыз ба? Бәлкім мына сурет шығар? Иә, әрине, жарайсың балақай. Енді келесі жануарды табайық. Ол ешкі. Ешкінің сұлбасы қайсысы екен? Таба аламыз ба? Кәне, сен тауып көрші ешкіні. Мынау ма? Жоқ, бұл емес. Дұрыс таппадың. Келесі суретті көреміз бе? Әрине, ешкінің сұлбасы осы. Жарайсың балақай. Ал енді біз үшінші суретті көрейік. Ол шошқаның баласы Торай. Торай қайда? Жоқ, бұл Торайдың суреті емес. Келесі. Жоқ, бұл да емес. Мынау ма? Жоқ, бұл да емес. А бәлкім мынау ма? Иә, жарайсың балақай. Мысық қайда екен? Таба аламыз ба? Міне, мысықтың суреті бірінші тұр екен ғой. Жарайсың. Ал енді қазды көрейік. Қаз қайда? Бірінші тұрған сурет қаздың суреті ме? Жоқ, дұрыс таппадың. Ал мынау ма? Әрине, жарайсың. Осы тұрған қаздың суреті. Келесі бізде сиырдың бұзауы. Бұзаудың суреті мынау ма? Жоқ, бұл Торайдың суреті. Ал мынау ма? Тамаша. Сен жақсы таптың. Ал енді соңғы тұрған балапанды табамыз. Балапанның суреті. Жарайсың балақай. Сен дұрыс таптың.